Күн шерефлеріңіз қайырлы олсын. Бүгін февралінің 16-сы Веқырым išғалының 1085 күні. Студияда Муслим Умеров чалыша бізім шымдыке эфирімізде бойлы хаберлер. Киев мерkezінде yüksek derece tehlikesizlik vaziyeti көрсетілді. Американ Конгрессы президентінің Русияға қаршы санкцияларының ләғу етмемесінен бағылы қанунны бақып чықажақ. Русияның яны мұнасибетлеріні құрмаға жет yok. Русиялилер башқа девлетлерінен сульх içinde yaşaması için Қырымны кері қайтара білер ме? Қырым Украина, Донбасс Украина, Русия анда не yapқанını anlamayым. Бүгіміздегі бір қач ел девамында Русия, Америка Қошма Штатлары ve оларының ittifaqdaşları için бір телюкедір. Бұл ақта Америка аналитиклерінің хаяллар ақиқатқа қаршы марузасында сөз сүрсетілі. Вашингтон Авропа ittifaqdaşlarına тынчлану тәшібісі için $3 миллиард айырды. Америка Қошма Штатларының конгрессіне есе президентке Русия санкцияларына ләғу етмесіні мурекеплештірген қанун кірсетілді. Санкцияларны ләғу етмек үшін Трамп Русия Украинада арби әрекетлеріні ве америкалылар үшін кечірген кибер үжімлеріні тоқтатқаныны избатламақ керек олacak. Русиянен яны мұнасибетлеріні құрмаға жет yok. Чүнки біз Украина шарқында олған вазиетнен ве Қырым išғалінен разы дегілміз. Сүреді ішбірлік бойынша бірде-бір план yok. Оларның мақсады bizimkinden фарқ ете. Олар сізге терроризмнен күрешлер деп айталар, керчекте есе Асадны акимиет башында қалдырмаға істейлер. Дигер девлетлерінен ей мұнасибетлеріні құрмақ үшін Қырымны қайтармақ керек ме? Бойлы суалнен Радио Свобода журналистлері Москва сакинлері ве шер мұсафирлеріне мұраджат етті. Аслында башқа девлетлер бізден дослашмақ керек, чүнки Русия башындан ұзны бұйық девлет оларақ танықтырайды. Мен Украинаны да алыр едім, чүнки бұл тарихи Русия территориясы, Қырым бойынша есе фарқлы түшінжелер. Аслында о бізге керек мей, бағышлаңыз. Қырым Украина, Донбасс Украина, Русия анда не yapқаныны анламайым. Украина бұл ой сынырлары олған мұстақил мемлекет. Русия есе бұл сынырларыны бозды. Ялан референдум кечіргені үкімет севесіндегі айдутлық. Бұл бізім Русия седіміздің керчек юзы. Сүреде Эльбаба шерінің террористлерден азат етув бойынша Түркия арпи операциясы екінленді. Бұл ақта Түркия селялы күветлерінің баш штаб елбашчысы Хулуси Акар білдірді. Ефрат қалқаны арпи операциясы девамында ұчбенге яқын ИГИЛ террористі ве 357 курд жинкевері yok етілді. Парижде полиция хадимлері генч қара тенлі әркекке қаршы кечірген зорбалық үшін наразылықлар үзберді. Ле Фигаро нешірінің малюматына көре юзлер инсан бұна итираз білдірмек үшін ақшам Парижде топлашты. Наразыжылар арасында чувлы генчлер бар еді, олар чөплік бақыларыны яқып, полицияға қаршы файр ве шишелер атқанлар. Полиция есе көз яшлы газыны құланды, 37 инсан яраланды, олар арасында 2 спецназ хадимы бар. Наразыжылар кеметтен 4 полиция хадимны жазаламаға талап ете. Зарар көрген генчінің айтқанына көре, полиция хадимлері оны залымжа зорбаладылар. Киев мерkezінде февкуляде телюкесізлік вазиеті илан етілді. Соғақларда 50-ге яқын полис хадимлері патруль етмекте, Хрещатик метросындaki институтская соғағының чықышлары қапалы. Базы ватандашлар үстлерінде арама кечіріле, селя ве патлама алетлері қыдырылмақтадыр. Февраль айының 18-ден башлап, егірім экісінеджі шер мерkezінде Небесная сотня қараманлары яне майдан вақытларында өлдіргенлеріні анылажақтыр. СБУ-ның фікірлеріне көре Русия хатырат әдбіріні провокация ве күтлеви низамсыздылықларны тешкил ете білір. Керіч боғызындаки кечетінде бинден зияде араба топланған. Қырым тарафындан паромға юкленмек үшін 300-ге яқын юк арабасы Русияден есе 900-ге яқын араба беклемекте. Кечетінің матбуат хызметі арабачыларыны бұз ирегеніне же сиятлардан вазгечмеклеріні рижа ете.
Қырым сәкенлерінің Номан Челебиджихан адына батальонға давет етелер. Буақта Қырымның ватандашлық қамачавның елбашчысы Ленур Ислямов білдірді. Бұнымен бәрі Ислямов иш адамларыны батальонға малиеви ярдым көстермеге чағырды. Yaşları kelgen, askerlikке kelgen yaşlar, 16 yaşar, çıksınlar buraya, bizden beraberler olsunlar. Bu günlerde, 13 fevralda, şimdi bizge böyle bir prikaz çıktı. Taburumuzun adı Naman Челебиджихан olacak. Bunda genişlikte port pripiski olacak. Kırım'da olgan Rus askerlerke çağırgan balaların istemegen soylarınız olsa, men özüm eminim ki siz istemegen soylardansınız. Rus askerlikke kirmege. Bizde Ukrayna'da taburumuz ofisyal şekilde toplana. Bu işgal vaktlarda bütün halkımız ayakta durmak gerek. Yaşlar, askerler ayakta olmalıdır. Ticaret adamlarga aytacak olam. En yüksek derece turgan zakat paraları bu askerlikке çıkan adamlarga vermesi. Kırım bizden başka kimsege bu kadar bizge yaraşak gerekmi. Onun için biz özümüz yapmasak, Kırım serbestlikini görmesek, özümüzün yüreğimizde görmesek bu şeyin kimse bunu vermez. Bir devlet askersiz olmadı, hem de olmayacak, hem de biliniz ki, haçan bizlerimizin, yani milletimizin ozu askerimiz olmagan cez, bir ticaret adamın, bir hocanın, bir balanın 100% garantiyası yoktur. Çünkü Kırım'da siz ozunuz bilirsiniz, gelgen işgal olan vaktlerinde bir hareket gelgende, bizim azın buçuk, 1-2 bin asker olsaydı bu şeyler bugün olmazdı. Kırım'da olan bizim yaşlarımıza, haçan sizleri endi davet eteyler budur Rusya, arbiyicilikle hiç de düşünmeyin sonunda varmaya. Çünkü biliniz ki ular ozu askerlerini insan sıfatına saymayıp Hıymadayın, Donbas tarafında, Suriye tarafında, yani Çeçne'ye de siz ozunuz biliniz. Dağıstan'da, Ale'de bugün bu insanları, yaşları, yani Hıymadayın doğraylar. Только объединившись, только забыв Бірлешіп, все балаларымыздың барышық обиды яшайшы үшін мелочные, уфақ-түфек жан которые ағырсыны ничего не ұнытып, стоят по умуми сравнению жолмен с кетсек, умуми ғалебеге еріше мирной, білеміз. счастливой жизнью наших детей. Бұл біздің соңки хаберіміз еді, АТР-ден айрылмаңыз, ән мерақлысы тек бізде, көрішкенше.